Уоррен Баффет айтқандай, кола ішсеңіз, коланың акцияларын сатып алыңыз. Бүгінде Кока-Коланы кез келген адам біледі. Бүгінгі видеомызда біз әлемдегі ең танымал сусын мен бренд туралы сөйлесетін боламыз. Бұл жан инвестициялар. Сіздермен бірге Расул Миразбек, ал кеттік. The Coca-Cola Company бұл фирмалық сусын ғана емес, әртараптандырылған және табысты бизнес. Компанияның тарихы былай басталған болатын. 1886 жылдың 8 мамырында Атлантадағы шағын фармацевтикалық фирманың иесі әрі әуесқой химик Джон Стит Пембертон сироптың бір рецептісін ойлап табады. Сиропты қайнатқаннан кейін ол өзінің досы әрі есепшісі Фрэнк Робинсонды шақырады. Фрэнк оған осы керемет рецептті жазып қоюға кеңес береді. Нәтижесінде сироп тәтті және қою болып шығады. Содан Джон оны қаладағы ең ірі Джекобс дәріханасына апарады. Сол күні сироптың алғашқы бөліктері сатылып кетеді. Бір стаканы 5 цент тұрды. Бастапқыда күніне 9 стакандай сатылып отырған. Компанияның түп нұсқа атауы мен стилі ақш патенттік бюросында бренд ретінде тіркеледі. Оны тек Coca-Cola пайдалануға құқылы. Бәсекелестер тарапынан фирманың стиліне жасалған шабуылдар аз болмағанын мойындау керек. Кола ереже бұзушылармен біраз соттасты. Фирмалық түсті, ұқсас қарапты, тіпті сусының түсін пайдалану бойынша да шағымдар болған. Алғашқы сенімсіз қадамдардан кейін де Кока өзінің дамуын жалғастыра берді. Біраз уақыттан кейін Атлантада Ирландиядан келген кедей иммигрант Аза Кендлер пайда болды. Оның қалтасында бар болғаны $1.75 болған. Коммерциялық таланты бар бола отырып, ол көп ұзамай ақша таба бастайды. Және Пембертонның жесірінен Coca-Cola рецептісін $2300 сатып алады. Ол кезде бұл өте көп ақша болатын. Ағасы және тағы екі серіктесімен бірге ол Джорджия штатында $100,000 бастапқы капиталы бар The Coca-Cola Company құрады. Егер Пембертон сусының әкесі болса, онда 1893 жылы 31 қаңтарда Coca-Cola'ның әкесі Аза Кендлер болады. Ол компанияны қайта тіркейді. 1886 жылдан бері қолданылып келе жатқан Coca-Cola сауда белгісі ақш-та 1893 жылы 31 қаңтарда ресми түрде тіркеледі. Сол жылы компанияның акциялары бойынша алғашқы дивидендтер төленеді. Бір акцияға $20. Содан бері компания жыл сайын өз акционерлеріне дивидендтер төлеп келеді. Бүгінгі таңда Coca-Cola әлемдік империясы келесідей. Бірнеше мемлекеттердің ауқымында жұмыс істейтін 11 әрі ботлерлер компаниясы және бірнеше ондаған жеке бизнес ботерлер. Қазіргі уақытта Coca-Cola шығаратын сусындардың 200-ге жуық түрі бар. Бірақ олардың үшеуі бүкіл әлемдік сатылымның 80%-ына жатады. Бұл Coca-Cola, Fanta және Sprite. Компания барлық тұтынушылардың талғамын қанағаттандыруға тырысады. Ол минералдармен байытылған жоғары калориялы сусындар шығарады. Бүгінгі таңда Coca-Cola сауда белгісі әлемдегі ең танымал сауда белгісі. Ал Coca-Cola компаниясы жер бетінде ең танымал компания. Coca-Cola сауда белгісін бүкіл әлем халқының 98% біледі. Coca-Cola әлемнің 200-ге жуық елінде сатылады. Күн сайын бүкіл әлемде компанияның 1 миллиардқа жуық өнімі сатылады. Соңғы 12 жыл ішінде 2000 жылдан 2012 жылға дейін Coca-Cola әлемдегі ең қымбат бренд болды. 2009 жылы компания бренд құнын 3%-ға арттыра алды. Ол $68,7 миллиард құрады. The Coca-Cola Company Олимпиада ойындарының ең көне демеушісі. Сонымен қатар Coca-Cola 190-нан аса ұлттық олимпиада комитеттермен жұмыс істейді. 1974 жылдан бастап Coca-Cola компаниясы FIFA-ның ресми серіктесі. Ал 1978 жылдан бастап футболдан әлем чемпионатының ресми демеушісі болды. Компания Оңтүстік Америкадағы зауыттарда кәсіподақ белсенділерін қудалау және өлтіру, адам құқығын бұзу, нәсілшілдік, сондай-ақ қоршаған ортаны ластады деп айыпталып жатыр. Біреулер оны тіпті күнәһар акция деп санайды екен. 2021 жылдың алғашқы 3 айында компанияның кірісі 20 жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 42%-ға өсті, 10,1 миллиардқа дейін. Бір жыл бұрын Coca-Cola кем дегенде 3 жылдықтағы 90-ды кірістің ең көп төмендегенін хабарлады. -28%. Ондай нәтижеге коронавирус пандемиясы жағдайында енгізілген шектеулер әсер етті. Атап айтқанда, мейрамханалар мен кинотеатрлардың жабылуы. Компаниядағылардың айтуынша, қазіргі уақытта сатылымдар Қытай, Бразилия және Нигерия нарықтарында қайта қалпына келтіріліп жатыр. Coca-Cola'ның таза пайдасы 2021 жылдың 2-ші тоқсанында 20 жылмен салыстырғанда 48%-ға, яғни $2,64 миллиард дейін өскен.
2019 жылдың сол кезеңінде ол 2,61 миллиард доллар болған еді. Осыған байланысты компания 2021 жылғы органикалық түсімнің өсу болжамын 12-14%-ға дейін арттырды. Алдыңғы 90-да Coca-Cola көрсеткіштерінің өсуі 10%-дан аз болады деп күтілген еді. Дегенмен компанияның акциялары тез уақытта өсіп кетпесе де, ол бүгінде дивидендтер королі саналып, тұрақты компаниялардың біріне айналды. Пікірлерде компания туралы кім не ойлайтынын талқылап көрейік. Егер олардың акцияларын сатып алғыңыз келсе, біздің қосымша арқылы сатып ала аласыз. Бүгінге осы, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда көптеген қызық және маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын нарыққа шолу жасап, инвестициялар дайындаймыз. Сіздермен болған Ерасыл Миразбек, бұл үшін инвестициялары. Көріскенше.